Балалар, бес тас ойыны. Қараңдар. Мынау бес асық. Бес асықты қалай ойнайды? Қараңдар. Бес асықты алдымен лақтырамыз. Ішінен бір асықты алып, келесі асықты кезек-кезек қағып алу арқылы ойнаймыз. Балалар, бұл аударыспақ ойыны. Екі шабандоз ат үстінде бір-бірімен күресіп, аттан аударып тастау керек. Ал ендеше ойнаймыз ба? Кәне санаймыз. 1, 2, 3, баста. Кім жеңімпаз? Әрине жеңімпаз. Жарайсыңдар. Балалар, бұл теңге алу ойыны. Теңге алу ойыны былай ойналады. Екі шабандоз атпен шауып келе жатып, жерде жатқан теңгелерді іліп алып кетіп жинау керек. Кім көп теңге жинайды, сол бала жеңімпаз атанады. Ал кәне ойнаймыз. 1, санаймыз. 1, 2, 3, бастаңдар. Бұл балалар арқан тартыс ойыны. Арқан тартыс ойынның ережесі ұзын арқаннан екі бөлініп, екі топқа бөлінеді және мына ортадағы сызықтан кім асырып тартып алып кетеді, сол топ жеңімпаз атанады. Ойнаймыз ба балалар? Бұл қандай ойын? Арқан тартыс. Дұрыс айтасыңдар, арқан тартыс ойыны. Ендеше бастаймыз. 1, 2, 3. Бұл балалар қол күрес ойыны. Қол күрес ойынның ережесі екі ойыншы қолдарымен, оң қолдарымен күреседі. Қай ойыншы қолын үстелге тигізсе, сол ойыншы жеңімпаз атанады. Ойнап көрейік пе? Бұл қандай ойын? Қол күрес. Дұрыс айтасың, қол күрес ойыны. Ал ендеше бастаймыз. Қолдарымызды ұстаймыз, оң қолдарымызды дұрыс. Білек тиіп тұру керек дұрыс. Ал енді мен санаймын. 1, 2, 3, баста. Жеңімпаз кім?